Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді рецептпен бөлісетін болам. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер ет, кез келген ет бола береді. Пияз, сәбіз, сарымсақ, бұрыш және помидор, тұз, томат қажет болады. Алдымен етімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды салып ерітеміз. Егер сіздерде сары май болмаса, сұйық майды қолдана берсеңіздер де болады. Қызған майымызға етімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Біздің етіміз қуырылғанша пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды да ұзынша етіп турап аламыз алдымен, одан кейін ұсақтап турайтын боламыз. Етіміз қызарғаннан кейін пиязымызды салып қуыратын боламыз. Араластырып аламыз. Енді болгарскийімізді де осылай ұзынша етіп тураймыз. Сарымсақ екеуін тураймыз. Міне турап алдық. Енді табамызға салып араластырып қуырып аламыз оны да. Енді сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Егер сіздерде үккіш болмаса, онда ұсақтап турасаңыздар болады, сәбіз тез пісу үшін. Сәбізімізді қосамыз, енді жақсылап араластырып қуырып аламыз. Достар, егер сіздерде осындағы ингредиенттердің біреуі болмаса, кез келген басқа нәрсемен ауыстырсаңыздар да болады. Енді помидорымызды да ұсақтап турап аламыз. Бір помидор қоссаңыздар жетеді. Менде мұнда кішкене аз болып қалды, бірақ ештеңе етпейді. Помидорымызды да салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша басқа дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Өздеріңіз көз мөлшермен қоса бересіздер оны. Біздің подливіміз уже жақсылап қуырылды. Томатты да салуды ұмытпаймыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, кішкене үстіне су құйып, баяу отта қалдырамыз піскенше. Суды подливтің бетіне шыққанша құйсаңыздар болады. Егер сіздерде адам көбірек болса, осы ингредиенттерді 2 есе етіп көбейтіп жасауларыңызға болады. Астын баяу қалдырып, бетін жауып қоямыз піскенше. Біздің подливіміз дайын болғанша біз қамырын дайындайтын боламыз. Мен қамырды алдын ала илеп дайындап қойдым. Қамырға дрож қосып, кәдімгі ашыған қамыр дайындасаңыздар болады. Аштып, мен холодильникке салып қойдым. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Пока біз қамырымыз дайын болғанша суымызды отқа қойып қоямыз. Қайнай берсін. Міне бөліп алған қамырларымызды осылай жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз және қатты қалың қылмаймыз. Примерно 1 сантиметрдей болады. Барлық қамырымызды жайып алғаннан кейін міне мантаварканың листін майлаймыз және қамырымыздың арасында майлап аламыз. Жақсылап майлап аламыз, қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін. Өйткені біз қазір қамырды бүктеген кезде ол бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін арасын жақсылап майлаймыз. Міне осылай екіге бүктейсіздер. Қатты баспайсыздар, жапсырмайсыздар, тек қана екіге бүктеп осылай салып аламыз. Барлық қамырымызды жайып осылай салып аламыз. Міне біздің суымыз да уже қайнады, міне как раз. Енді осы қайнап тұрған суға қамырымызды қойып 20-25 минут пісіріп аламыз піскенше. Міне достар, біздің қамырымыз да подливіміз де дайын болды.
Енді міне көрдіңіздер ме, май жаққаннан кейін арасы жабысқан жоқ, және де ашыған қамырмен істесеңіздер осылай көтеріліп әдемі болып тұрады. Ал дрожь қоспай ашытпасаңыздар, онда қамыр кішкене қатты болып қалуы мүмкін. Енді дайын қамырымыздың арасына осылай салмамызды салып ұсынасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міне достар, біздің тағамымыз дайын. Егер де ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.